Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте керемет, өте тойымды жаппасай тағам бірге дайындайтын боламыз. Әр жерде әртүрлі атайды, үнді мантысы дейді, бүктемей қамыр дейді. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен салқын суымызға тұзымызды жақсылап араластырып, ерігенше жұмыртқамыздың үстіне құятын боламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз жақсылап. Ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз орташа тығыздықта болуы керек. Видеомды қарамас бұрын, достар, каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қамырларымыз осылай болып шығады. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, бір шетке қалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз, подливасын, яғни ет, картоп, сәбіз, ұзатылған помидор және пияз алдым. Еттерімізді осылай 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Көкөністерімізді дәл солай турап аламыз. Картопымызды да, сәбізімізді де. Енді қазанымызды газге қойып, отымызды қосып, қызған уақытта майымызды құйып, жақсылап етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміз әбден қуырылған уақытта пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болған соң сәбізімізді саламыз. Ұзатылған менде қатырылған помидорларымды қосып жібердім. Тәтті бұрыш болса салсаңыздар болады. Және томат пастасын қостым. Картопымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Дәмдеуіштерді салатын боламыз. Мен қара бұрыш, паприка, аскөк және тұз салдым. Кез келген дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Енді суымызды құйып, осылай батып тұруы тиіс. Қайнаған соң астын отын төмен қоямыз. Қамырымызды алып, ұнымызды себе отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Қамырларымызды жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз, орташа етіп жайып аламыз. Дәл осылай қалыңдықта болуы тиіс. Барлық жеріне жеткізіп, енді майымызды жағып аламыз. Осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Осылай қабаттап аламыз. Қазанымызға салғанға ыңғайлы етіп, бір бетіне май жағылмаған. Ыдысымды ауыстырып алдым үлкендеу ыдысқа. Міне осылай май жағылмаған бетін төмен қаратып, барлығын қойып шығамыз. Қақпағын жауып, 20 минут пісіріп аламыз. Арада уақыт өткен кезде осылай пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Аралары жабыспайды. Май жағылған соң бәрін біртіндеп алып, жинап шығамыз осындай қып, әдемі қып. Ортасына подливамызды құямыз. Осымен тағамыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Егер видеом ұнаған болса, қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міне біреуін алып, арасына салмасын салып, осылай қысып жей береміз. Ал біздерге ас болсын. Сіз қай қаладан қарап отырсыз, оны да жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.